Баршаңызға қайырлы күн достар. Бүгін сіздерге өте дәмді болып шығатын сочный мантының рецептісін көрсететін боламын. Видеода көріп тұрғандарыңыздай майлы, дәмді болып шығатын, бір-біріне жабыспай пісетін мантының рецептісін сіздерге ұсынатын боламын. Ол үшін бізге бір кружка су қажет, жылы су. Одан кейін оның үстіне тұзымызды саламыз. Менде тұздың қасығы кішкентай, сондықтан 2 қасық салдым. Егер сіздерде бір шай қасық салсаңыздар жеткілікті. Одан кейін ұнымызды салып, ұнымыздың басын біріктіретін боламыз. Орташа жұмсақтықта қамыр илеп шығамыз. Қамырларыңыз қатты жұмсақ болып кетпесін, орташа қалыңдықта ғана жұмсақ болу керек. Одан кейін картошкамызды турап саламыз. 3 штук картошканы ашып, тазалап, 4 бұрышты етіп, майда бөліктерге бөлдім. Одан кейін іш майымызды 4 бұрышты етіп турап аламыз. Міндетті түрде іш май қосыңыздар, себебі қазір дүкендердің фарштарында майлары өте аз болып келеді, сондықтан да құрғақ болып піседі, дәмсіз болып қалады. Сол үшін міндетті түрде іш май қосуды қосыңыздар. Әрине, егер де бар болса, егер ондай іш май жоқ болатын болса, 50 мг сұйық май қоссаңыздар болады іш майдың орнына. Одан кейін пиязымызды тураймыз 4 бұрышты етіп, және бұл пиязымызды көбірек қосамыз. Сол кезде пияздың соғы сіздердің фарштарыңызға сіңіп, дәмі деген өте керемет болып шығатын болады. Яғни 1 кг фарш пайдаланатын болсаңыздар, жарты килограмм пияз пайдалансаңыздар болады. Одан кейін қамырымызды өздеріңізге, мантаваркаларыңыз қанша листіға бөлінген, соған байланысты бөліп аламыз. Мысалы, менде 3 лист, сондықтан мен 3-ке бөліп алдым. Мінекей қамырларымызды бөліп алып, жұқа етіп жаямыз. Жайған кезде сіздердің дастархандарыңыздың астында егер суреттері болатын болса, сол суреттер көрінгенше қамырыңызды жаясыздар. Сол кезде сіздердің мантыларыңыздың қамыры өте күшті жұмсақ болып шығатын болады. Қамырларыңыз қалың болса, мантыңыз дәмсіз болады. Сондықтан да дастарханыңыздың суреті көрінетіндей етіп, қамырларыңыз жайылуы керек. Одан кейін өзіңізге қалай ыңғайлы, солай 4 бұрышты етіп кесіп аласыздар. Ішіне фарштарымызды салып орналастырамыз. Егер де фарштарыңыз сіздердің мантыларыңыз егер де түйген кезде домалақ болмай шығатын болса, үлкен болып көтерілмейтін болса, осылай қолыңызбен домалақ етіп ортасына салсаңыздар болады. Сол арқылы мантыңызды дүкеннің мантысы секілді әдемі формада ұстата аласыз. Құрметті достар, егер де менің каналыма тіркелмеген болсаңыздар, міндетті түрде каналға тіркеліп кетіңіздер. Себебі алдыда көптеген жаңа рецепттермен бөлісіп отырамын. Міндетті түрде тіркелуді ұмытып кетпеңіз. Одан кейін мантымызды мінекей барлығын орналастырып болдық. Енді қайнап тұрған судың үстіне 45 минутқа пісіріп аламыз. Өте дәмді, бір-біріне жабыспайтын, мінекей қарап тұрсаңыздар, бір-біріне мантылар жабысып тұр, бірақ бүйтіп қолымызбен алған кезде фарштарымыз бөлініп, қамырымыз жыртылып кетпейді. Дәл осылай жасап көріңіздер, сіздерге ұнайды деген ойдамын. Ас болсын.